Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге жүрек түкпіріндегі қорқыныш деп аталатын психологиялық тестті ұсынып отырмын. Жалпы қорқыныш өз-өзін сақтау инстинктіне негізделген, жүйке жүйесінің физиологиялық өзгерістерімен жүретін, қандай да бір жағдайда туындайтын эмоция. Кез келген адам бойын қорқыныш билеуі әбден мүмкін. Бұл адам санасына әсер етіп, оның мінез-құлқында көрініс беріп, алдағы уақытта іс-әрекетіне кедергі келтіруі ықтимал. Өзіңіздің бойыңызды қорқыныш пен үрей қаншалықты билейтінін білгіңіз келсе, келесі психологиялық тесттен өтуге кеңес беремін. Бұл 5 жасар кішкентай қыздың түсі. Кішкентай қызды анасы жетелеп жүріп келеді. Қыз анасының қолын қоя бере, жол шетіндегі қызғалдақты аламын деп қолын соза бергенде, анасы одан ұзап кетеді. Қыз жан дәрменімен анасының соңынан жүгіреді. Неліктен екені белгісіз, оның екі аяғы өзіне бағынбайды. Дәл осы сәтте кішкентай қыз ана деп айғай салады. Ендеше қыздың түсіндегі анасы қандай әрекет жасауы мүмкін? Таңдау нұсқалары. А. Қыздың айғайлаған даусынан назар аудармай, алыстаған күйі кете барады. В. Дереу артына бұрылып, қызының қасына жүгіріп келіп, оның басын сипайды. С. Жүрісін тоқтатып, қызға қарап, қолын бұлғайды да, тезірек жүр деп дауыстайды. А жауабын таңдаған адамдар бір жақты және көпшілік ортада үрейленгіштігі басым жандар. Мұндай адамдар қол үзер, қош айтысып айырылысар сәтте өз-өзінен жасырынғысы келеді. Сондықтан көңілдері қалайтын дүниеден айырылғанда үрей мен қорқыныш билейді. Басқа қарапайым адамдармен салыстырғанда жалғыздықтан қатты қорқады. Сол себепті тіршілік етуге мол мүмкіндігі бар еркін ортаға келгенде көңілдерін алаң басып, жалғыздықты қатты сезінеді. Кеңес: мұндай жандар өздерін қорғайтын, тыныштық сезіміне баурайтын адамның табылатынына өздерін сендіру қажет. Осыдан кейін ғана бұл кісілер үрейден толық айығуы мүмкін. В жауабын таңдаған адамдар жалғыз қалғаннан қатты қорқатын және оны өзгелерге байқатпауға тырысатын адамдар. Бала күнінде ананың қатты аялауына бөленген. Ананың шектен аса мейірін төгуі әрине жақсы, бірақ бұл құбылыс мұндай жандарды субъективтік қасиетінен айырады. Сол себепті іштей ананың немесе басқа да жақын адамдардың басқаруына өтіп кетемін бе деп алаңдайды. Мұндай сезіп, жалғыздыққа әрі қарай жетелей түседі. Кеңес: бұл санаттағы кісілер өздері тәуелсіз болуға талпынулары керек. Өздеріне тән көзқарастар мен танымдарды қалыптастыруға құлшынулары қажет. С жауабын таңдаған адамдар ішкі жан күйі қалыпты жандар. Анасымен немесе өзге де жақын адамдармен ара қатынасы қалыпты жағдайда. Балалық шағында ана мейірімімен туысқандар арасында аялау мен мәпелеу өз орнымен жүргізілген. Бір сөзбен айтқанда, өз кеңістігінде ешқандай ішкі үрей мен қорқыныш жоқ жандар. Қандай да бір жағдайда бойыңызды қорқыныш пен үрей билеп, мазасыздану сезімі туындап жатса, өзіңізді біршама еркін ұстауға, жақын адамдарыңызбен көбірек араласуға, сырласуға тырысыңыз. Кез келген қорқыныш пен үрей
уақыт өте келе жойылатынына өзіңізді сендіріңіз. Есіңізде болсын, өз-өзіңізді иландыру ең күшті қару.